Мекка. Красота. А? Ал біздің гостиницаның виді намаз оқитын ішіндегі намазхана. Күндіз шейхпін, кешкісін ихраммен қарапайым киімдемін. Осындай ощущение жасап аламыз, может быть бір материальный өмірлерін прилив жасап алам Қазақстанға деп. Даже айыра алмай. Лаббайк Аллахумма лаббайк. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Хабиби, хабиби, хабиби. Ой, мә. Битчау үлгеріп отыр адамдар. Ана Амир кеше давада келатсам ана бетін жауып алған әйел адамдардан қорқып жүр. Бужай дейді, мен айтам, мен бужай емес, қыз оның ішінде, қыз деп. Сөйтіп, мына жердегі адамның бәрі сенің достарың деп едім. Любоймен общение ғой, Амир. Күшті чувство, күшті сезім. Бүкіл қазақтар үшін, бүкіл ата-бабаларыңыздың рухтары үшін, бәрі үшін Алладан осы жерде тілеп жатырмын. Сіздерге тек өздеріңіздің жеті ата рулар, қандарыңыздың барлығы тек жақсы қарай көмектессін. Қандарыңызға берік болыңыздар, баланс ұстаңыздар, сұйытпаңыздар, қойып атпаңыздар. Күшті өмір сүресіздер. Дәл осы жерде мен стройка істегем, сыртына травертин істегем. Фотоларын басып салам. Мына сыртын. Ол кезден ешқайсы жоқ еді. Шымкентке келген тамақтың түр түрін салайын, ренжімеңіздер. Мынау кеше түнде. Балалар демалып жатыр ғой. Мынау қазір таң ғой, таңғы ас қой. Мынандай чизкейк па, не мынау? Әкеп жатыр. Түнде Ағмардың үйінде. Енді аяқ ауырлар жоқ шығар, тамақтарды сала берем. Жегілеріңіз келсе, айтам ғой адресті. Шай деп жүр. Пакет қарасаңыз, сразу коробкамен. Оху. Мәссі. Коробкамен әкелу керек, ана. Неме әкелсе, мұжып қалады, Ағмар айтады. Пияз бен май жоқ қой қарасаңыз ішінде. Таза ет. Nere bakıl aytayın oğlum sağın